осы өлкеде туып, осы өлкеде қызмет етіп жатқаныма Аллаға мыңда бір шүкір. Иманзада 2003-те басшы болып келді. Бұндай дәрежеге оңай болған жоқ жету. Халықты, жастарды ұйымдастырып, еңбекке баулып, осындай көрсеткішке жетіп жатыр. Осы ауылымыз жылдан жылға көркейіп, халқымыздың жағдайы жақсарып келе жатыр. Оның бәрі Иманзада ағайдың арқасы. Түрлі шараларымызда демеушілік жасап, мәдениет үйіміздің сыртқы жай жөндеу жұмыстарына демеушілік жасап көмектеседі. Шағын футбол алаңын ашып берді. Сода аспан көк аясында балдарымызды жақсы жазық шаралар өткіземіз. Зданиеміз конторын салды, детсадты іске қосты, ауданда почта жұмыс істепті, іске қосты, халыққа қызмет ететін барлық объекттер бәрі іске қосылды. Осының бәрі Иманзаданың келгеннен бері басталған тіршілік. Бар күшін салып, халыққа қызмет етудің аянбай кеткен жігіттің біреуі. Өзі ауылдың тумасы. Енді мен осы ауылдың тумасымын. Енді осы ауылда тудық, осы ауылда өстік, осы ауылда еңбек етіп жатырық. Қазір енді Құдайға шүкір, енді жанұялымыз 3 балам бар, ер балам, немерелерім бар. Енді осы балдарым да осы қасымда жұмыс істеп жатыр, шаруашылықта. Біреуі агроном, біреуі технолог, біреуі экономист болып жұмыс істейді. Ата-бабамыз осы жерде тұрған, осы ауылда. Сондықтан енді ауылдан алыстап кете алмаймыз. Осы ауылда еңбек етеміз. Осы жермен жұмыс істейміз. Елмен қолымыздан келгенше елге қызмет жасап жатырмыз. Ауыл енді 1967 жылы құрылған. Ауылда енді егіспен айналысып келеді ғой. Осы суармалы жерде, егер бұл жерде кезінде 4-5 колхоздың болып құрылған ғой. Енді бұл жерде 1500 халық тұрады. Негізгі ата кәсібіміз мал менен егін егу ғой енді. Егіннің ішінде болғанда, оның ішінде күріш егістігі енді. Сіздер қазір Қызылорда облысы Шалғаш ауданы Таң ауыл елді мекенінде Таң 6-да жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің егіс алқабында орналасып отырсыздар. Бұл жерде мынау ауылдан қазір 3 километр жерде егіс алқабы. Осы жерде 500 гектар жердің күріші егілген. Бірінші бригада нөмірі сол күріш алқабында орналасып біз осы егін жинау науқанын бастап жатырмыз. Қазір 5 күн уақыт болды. Толық пәрменді жөнінде жұмыс жасап жатырмыз. Мен 1969 жылы осы Таң ауылында дүниеге келгенмін. 10 жыл мектеп бітіргеннен соң Қызылорда облысының ауыл шаруашылық институтына түстім. Направлениемен осы 93 жылы осы направление бойынша осы елге келіп, ары қарай жұмыс жасай бастадым. Біздің Қазақстан егемендік алып жатқан кездерде енді шындығы керек қиын замандар болды ғой енді ол кездерде. Кадрлар жоқ болды, азайып жатты, елден жастар кетіп жатты, жұмыссыздық көбейіп жатты. Біз енді шаруашылықта істегеннен кейін сол шаруашылықта қалып қойдық әрине. 98 жылға дейін шаруашылық істедім. 98 жылдан бастап 2003-ге дейін мен 5 жыл сол ауылдың әкімі болдым. 2003 жылы әрине біз Таң ауылы өндірістік кооператив болып құрылды. Сол өндірістік кооператив болып құрылған кезде мен шаруашылықтың төрағасы болып сайланып, содан бері істеп келатырмын осы шаруашылық. Таң 6-да болып енді ең біріншінде 500 гектар күріштен егіп бастап едік. Бұл кезде қарамағымызда 50 адам болды. 50 адамнан қазір бізде 250 адамға дейін сол 3,5 гектарға дейін жерді кеңейттік. Әрине енді бірінші кездерде оңай болған жоқ. Совет үкіметінен алған техникаларды тауыстық, ескерді ол кездегі. Енді өмір алға қарай жүріп жатты, шаруашылықтар ары қарай жүріп жатты. Енді жаңа технология керек болды жерді игеру үшін, жақсы өнімді көтеру үшін. Әрине бұл жөнінде де енді мемлекетіміздің беріп жатқан көмегі ұшан теңіз десе болады. Енді кезінде сол шаруашылықтарды мынау кәсіпорынды агрокомплексті көтеру үшін әлде мемлекет Казагрофинанс деген мекеме құрды. Сол Казагромекемеден 2011 жылдан бастап біз шаруашылыққа техникалап бастадық. Жер көлемінде кеңейдік. Уражайын көтеру керек болды.
Урожайын көтеру үшін жаңа технологиялар керек. Онымен біз Ресейдің технологияларын, Ресей мен басқа Қытай, Иранның технологияларын алып, осы елге қалай салып, солардан үйреніп, соны урожайды көтеру жөнінде жаңа сорттар әкеле бастадық. Сонымен егінді жақсы өнімге қол жеткізіп жатырмыз қазір, Құдайға шүкір. Мынандай қазіргі кезде енді бәсекелестікке ілесіп отырудың өзі оңай емес. Күріш енді негізі суды көп талап ететін дақылда. Қазіргі уақытта су тапшылығы бүкіл Қазақстан емес, басқа мемлекеттерде де үлкен мәселе болып жатыр да. Бұл жерде өндіру үшін үлкен, мысалы, қаржылар керек, үлкен жұмыстар керек, соның бас аяғында жүру керек. Үлкен жұмыста оның оңай емес. Мысалға, бір жылдық өнімді сол күзде біз қайтарымы қалай болады дегендейсіз. Бір жыл өнімді дұрыс болмаса, екінші жыл ол уже сол шаруашылықтың экономикалық жағдайына үлкен әсер етеді. Соған барлығына дайын болу керек сияқты. Сол әрине үкіметтің қолдауы көп болып жатыр. Бір техниканың өзін сатып алу оңай емес. 500 миллион, 400 миллион теңге тұрады қазір үлкен жақсы техникалар. Ал оны астықты жинап алу үшін жақсы техника керек. Шашпай төкпей жинап алу үшін. Сен оны бір жылда егінмен есептей алмайсың. Үкімет бізге оны 10 жылға беріп отыр. Әрине оның өзі бізге үлкен көмек. Қазіргі таңда енді шаруашылықты жұмыс істеймін деген адам істеуге болатын жағдай. Бірақ енді оған бәріне шыдамдылық керек, тұлық керек, әрине ең бірінші шыдамдылық керек. Егін деген бір жылда өнім қайтармауы мүмкін, мысалға. Кейбір бизнесте жүрген кісілер, ой, егін егу жақсы екен, күріш егуден прибыл екен, бидай егу прибыл екен, азанда бір көктемде сөйтіп тастайсың, күзде жинап аласың деп ойлауы мүмкін. Ол бір жыл сөйтуі мүмкін, екінші жылы ол егін қайтпай қалуы мүмкін, мысалға. Урожай шықпай қалуы мүмкін, или құрғақшылық болып қалуы мүмкін. Ондай кездерде артыңа ерген жұмысшыны бәрін ұстап отыру керек, оған ақша тауып беру керек. Ол егінді білмейтін кісілер кіріп кетеді да ішіне. Егінді бір жыл, екі жыл прибыл береді, 3 жыл бермей қалса, оны тастап кетіп қалады да. Оның артында жүрген қанша адам қалып қояды. Ол өзінің өміршеңдігін құртады да, стабильность болмай қалады да. Сосын сенің қарамағыңда жұмыс істеп жүрген механизатор, егіншілерде егінге деген сенімділік азайып кетеді. Ауыл шаруашылықты дамыту үшін ауыл шаруашылыққа, елге жақсы мамандар қажет қазір. Жақсы жастар, оны тұрақтандыру үшін әрине елге жаңағыдай үлкен ірі хозяйстволар дұрыс жұмыс істеп тұру керек. Ол келген жас маман өзінің жағдайы болмаса, өзінің айлығы стабильный болмаса, кіріс болмаса, ол жерде дұрыс инфраструктура болмаса, кім тұрады ол жерде? Сол егіннен бас тартады, көбісі кетіп қалады, мамандарды ұстай алмай қалады. Сондықтан сол стабильность ұстап тұру үшін бұған стабильный жұмыс істейтін адам керек та жерге. Біздің ал кейінгі шаруашылықтарға материалдар, кейінгі затраттар көбейіп баратыр. Техника алатымыз қымбат, доллармен келіп жатыр қазір. Жанар жағармай қымбаттап баратыр. Сондықтан енді қазір банкке шығып, банктен де жайлап қосылып жатыр. Екінші деңгейлі банктен біз мысалға кеше соңғы 2 жылда агродаму 20-25 деген бағдарламамызбен 6%-ға дейін 1 миллиард ақша алдық. Даму деген қазір мемлекеттік банк бар, соның процентімен сол бізге кепілдік болып 6%-мен өте жақсы программа. Енді қазіргі таңда кәсіппен айналысам деген азаматтарға, шаруашылыққа мемлекет тарапынан түрлі қолдаулар көрсетіліп жатыр. Оның ішінде енді қазіргі осы кеше сайлау бағдарламасының алдында Аманат партиясы өзіне бағдарлама қойып, осы халықты қолдау, кәсіпкерлікті қолдау жөнінде үлкен бағдарламалар қойылған. Сол Аманат партиясының қолдауының арқасында көптеген ұсыныстардың арқасында осы жеңіл кәсіпкерлік бизнесті дамыту, жеңіл майда кәсіпкерлікті дамыту жөнінде үлкен бағдарламалар қойылды. Соның барлығы біразы орындалып жатыр енді. Біздің енді күріш заводымыз 2015 жылы салынып, осы іске қосылған. Осыдан бері қазір 7-8 жыл жұмыс жасап, жақсы жылдан жылға күрішті ақтап күрішті сол базарға жіберіп, рынокке шығарып жатырмыз. Әрине, жылдан жылға суткісіне бұл завод
50-60 тонна ақ күріш құйып осы халыққа тұтынуға беріледі. Жалпы енді соңғы біздің салынып жатқан осы жетістіктеріміздің бірі болып есептеледі қазіргі зауытта. Енді алдағы уақытта басқа да осы күріштен басқа да өнім шығару біздің күн тәртібінде тұрған негізгі жұмыстарымыздың бірі. Құдай қаласа ол жұмыстарда іске асады деп ойлаймыз. Мына ішіне завод қойып қойдық. Бұрын совет үкіметінің кезінде машинада бар завод болған ғой. Енді қазір енді ондай мүмкіндік жоқ, ондай қажеттілік жоқ болғаннан кейін ішіне завод салып осындай іске асырып пайдаланып отырмыз. Сол біз енді шаруашылық жағдайы жақсарып келе жатқаннан бері осы 2015-тен бастап шаруашылыққа ауылдың әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында совет үкіметінен қалдырып кеткен 2 этажды ескі балабақшаны қайта жаңғыртып 100 миллион ақша салып балабақшаны пайдалануға бердік. Қазіргі уақытта сол балабақшаны пайдаланып отыр ауылда. Одан кейін сол 2015-тен бастап қазіргі уақытқа дейін сол елді абаттандыру, көгалдандыру мәселесі бойынша жыл сайын сол 100 миллион, 150 миллион қаржы тартып отырмыз. Қазіргі уақытта енді 1 миллиардқа жақын ақша салынып, осы елге ауыл әкімімен меморандум жасалып, соның бағдарлама қойып, соның аясында салынып отыр. Енді соңғы уақытта біз шаруашылыққа осы жас мамандандыруда тұрақтандыру үшін тұрғын үймен қамтамасыз етсек деген бағдарламамыз бар. Ол 25 жылға дейін 2000 шаршы метр тұрғын үй салып, соны тұрақты жұмыс істейтін жас мамандарға бекітіп беру бағдарламасын қойдық. Ол биылғы жылдан бастап сол негізгі жұмысын бастаймыз деп отырмыз. Кейінгі уақытта біз мына жастарды спортпен қамту мақсатында, спорттық шараларды көбейту мақсатында стадион, спорт кешенін салдық. Енді сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Сондықтан жалпы мына елде тұруға болады, елді көркейтуге мүмкіндік бар деген біздің мақсатымыз сол. Елді тұрып жатқан елімізді, жерімізді көркейтіп, көгалдандырып, соған жақсы жағдайда, өзімізде жақсы жағдайда өмір сүрсек деген мақсатымыз бар.